Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ал енді сахабалардың пайғамбар саллаллаху алейхи саламды қатты жақсы көрмегендігі ол мысалға былай айтсақ дұрыс емес. Сахабалар өте қатты жақсы көрген. Тіпті сахабалардың істеген амалдарын қазір біз көз алдымызбен көргенімізде біз точно оларды жынды бір шектен шыққан деп айтамыз да. Сол үшін анау махаббатта шектен шығу ол айып нәрсе емес. Қатты жақсы көру бір кісіні ол айып емес. Егер ол жақсы көрілуге лайықты адам болса, оны жақсы көру керек та Алла үшін. Ол Алланы жақсы көру керек Алла үшін. Егер ол жаңағы дінді орындап жатқан болса, исламды орындап жатқан болса, шариғатты айтып жатса, оны жақсы көрмегенде кімді жақсы көреміз тағы да? Бұл мәселе бар. Бұны да ескеру керек. Сахих хадистерде келеді. Худайбия келісім шарты кезінде арала мушриктермен келісімшарт жасалып жатқан кезде мушрик келеді келісімшарт жасауға, араларында жаңағындай шарттарын қосады. Сол кезде анау мушрик сахабалардың халін түсіндіреді. Қараса сахабалар дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді, сөйлей қалса дейді, сахабалардың бастарына құс қонған қой сияқты бастарын еңкейіп отырады дейді. Еш уақытта пайғамбарымызға көздерімен тесіліп қарамайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір түкіріп қалса, пайғамбардың түшкірігі ана сілекейі жерге түспейді. Бірден сахабаның қолына, яғни оны тәбәррук қылатын еді дейді. Сол сияқты дәрет ала бастаса, пайғамбар бәрі тұрып кетіп жарасады дәрет алуға дейді. Сол сияқты өте көп хадистер бар. Пайғамбар сахабалардың бұл әрекеттері өте ғажайып. Жаңағы мушрик сосын Меккеге барып, ана өзінің қауымдастарына, руластарына айтады: "Ей бауырларым, мен сіздерге айтайын, мен көптеген басшылардың алдында отырдым, бірақ Мұхаммедтің адамдары Мұхаммедті жақсы көргендей олай ешкімді жақсы көрмейді" деп, бұнымен соғыспайық, бұның айтқанына келісіп, келісім шартқа тұрайық деп, сол кезде сол сөзді айтады. Бұл хадис сахих. Бұны Рамадан Бути рахимахуллаху тааля фиқху сира деген еңбегінде келтіреді, өмірбаянында, пайғамбардың өмірбаян және осы қыссаны келтіреді. Бұл риwayat сахих риwayat. Тағы да басқа көп сахих риwayаттар бар сахабалардың жақсы көрулеріне қатысты. Абдулла ибн Умардың пайғамбарымызға деген ғашық махаббаты, Энес радиаллаху анхун махаббаты пайғамбарымызға деген. Ол мүлдем ерекше де, қатты жақсы көретін еді пайғамбарымызды. Мысалға, тіпті сахабалар кейіннен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам затын көп тәбәррук қылатын еді. Муслимде хадис келеді. Муслимде хадис бар, қараңыздар. Умму Салама анамыздың қасында пайғамбарымыздың шашы бар еді. Сахабалар, мұсылмандар, кейін келген табииндер ауырып қалған кездерінде Умму Салама анамызға келеді екен, бір ыдысқа су құйып. Сосын Умму Салама анамыз шығып, пайғамбардың жаңағы шашын, жаңағылардың суларын матырып, олар да сол суды, пайғамбардың шашы батылғаннан кейін сол суды Алладан шипа үміт етіп ішетін еді дейді. Муслимде бұл хадисі сахих. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Енді қазір бұл амалды қазіргі таңда біздің біреуіміз көретін болса, біз айтар едік, ол шектен шығып кеткен шығар деп. Бұл аслында бұл нормальный нәрсе да. Өткен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шашы да бұл. Пайғамбарымызға өте қатты ғашық болғанда адамдар. Пайғамбарымыз тәбәррук қылған, өте жақсы көрген. Бұл яғни дінде бар нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қолын сүйгендігі жайында имам Бухари Әл-Әдәбул Муфред деген еңбегі бар. Имам Бухаридің Әл-Әдәбул Муфред деген еңбегінде қолды сүюге қатысты риwayаттарды келтіреді, молынан келтіреді. Және де жайыз, проблем жоқ. Тіпті сәлефтен де көп риwayat қылынады. Соның бірі Сәбит әл-Бунани деген табиин, Энес радиаллаху анхудың кеп қолын бір сүйіп алады екен да. Сол кезде айтады: "Не болды? Неге сүйдің?" деген кезде, "Я дейді, бұл қол дейді, Расулуллахтың қолына тиген" дейді. Бұл қол Расулуллахтың қолын ұстаған дейді. Мен де сонымен сол Расулуллахтың қолын ұстаған қолды сүйдім. Сонымен мен де Алланың бір мейірімін үміт етемін деп тәбәррук қылғанда қол сүю. Бұл хадис мысалы жаңа айтылған Сәбит Бунаниден жасаған амалын бұл сәлефтер бұлар. Сәлефус салихин имам Захаби Ас-Сияр А'лам Нубала деген еңбегінде де келтіреді. Яғни қол сүю мәселесі бұл жерде ешқандай проблем жоқ. Яғни кіші адамның үлкен адамды тағзым қылып, құрметтеп қолын сүюі шариғат тұрғысынан жайыз болады. Бірақ сүйгізетін адамда не істеу керек? Сүйгізетін адамда ол былай аслында әдеп болған қолын тартып қалу.
сүйетін адамды білдіртпей барып сүйіп алу. Мысалға сахабалар келіп сүйіп алатын еді білдіртпей барып. Мысалы ол болады. Альхамдулилля.